Төрәбит тылығына сұрук бичек күнін Санкт-Петербургка бәлейтәтілер. Үгістерәхін сақа сұруғын бичегін түріттәбет лингвист ученый Семен Новгородов кананна. Сехили бұтығынан Айсена Бурнашова материалығар. Олонни он хүскінігер тұхынчағы сөз 92 сыллаққа сақын оротын өріқтәхіңе сүнкен ороллақ сырдадатчыда күн серін көрбіті. Төрәбіт тылуынны сұрық бішік күні сақа бастың чинчиятчы лингвиhe Семен Андреевич Новгородов төрәбіт күнін кітті бір болар. Төрәбіт тыл сақа жонығар тобулан тахарыр өркөнөйі. Санкт-Петербург ораққа бүкінге раст тұсқаллақ тәрәхіні растылар. Ол күрдік Семен Новгородов көмілі бітсірігер Смоленска кихің оғар, қотығы кеңе олар орсақалар, себеккі жөрбәдің ұрдылар, ұтықтатылар. Кенинне академик Бетлин коңорбута. Кен Нарокка кыян тархамата. Тарханарды кыга хуата. Ону булланы кини как раз просто жонга хептүер кына сорук биши оңорун кини ол бетин атын солун билдерен би история өтер киддади. Санкт-Петербургда Москва жетігер бүкінге сақасерін жаны мұхынна. Сақатылын әннеке кәскелі біліңін кәмге үйінер көлуіне Санкт-Петербург студионлары төрәбіт тылларын таптыларын, кен тұтталарын кәпсәтілер. Хотуғы кен Бастың университетігер үйерәмет сақалы массовай сұрғы бічігай бүткеге Семен Новгородов ата бүкін әлбақта тілінне. Сақасерін представительствода оны студенттер сылынайы Смоленская кладбищаға Семен Новгородов, оны кені чугас аймақтарын уңақтарын көрір, қарияр. Кені бар болан бие хақалар, атан ағық бұдын хен, кәстеқ бұдын, ғұрысық бұдын хен, хақа херін жонларығар бүгіннақ ұнырғылған соғаттылақ дейін. Невардугар корат биллилақ құдуғынюға Анастасия Берг сырдық күнден қартығына бұставкатынарыйда. Сақа серіттен төріттақ мейренай корак колар бұт лабардиндар сүрячылар жегергені кенегелерін айымниларын көрдірділер. Фортепиано дұрғанлары онына сақа қомуғын даяр дуараны литературна творческая бечері кергетті. Төрөт тыл бүтін народ национальный бая, келер кескілі. Ие тыл бұт үйелерге сүппәкке үйіне сайда тұрдың ден тылларынан төрөбіт тыл онына сұрық бичік күні Санкт-Петербург коракка түміктенне. Айсена Бурнашова, Егор Максимов, Лидия Андросова, Саха телевиденията, Санкт-Петербург.